Ерін жарылудан шаршадыңыз ба? Онда видеоны соңына дейін көріп, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ерін жарылуы хейлит деп аталады. Оған алып келетін себептер ағзаның құрғауы. Физиологиялық процестерді орындау үшін адам ағзасына 1,5-2 литр сұйықтық керек. Ол шай, кофені қоспаған кезде. Жағымсыз ауа райы, желді күндер, суық мезгілдер, қатты әсері бар күн сәулесі, құрғақ ауа. Жағымсыз әдеттер, темекі тарту, суықтан немесе желді күндері ерінді сулау, ерінді тістеу әдеті, ұзақ уақыт бойы стресс жағдайында жүру. Ыстық тамақ, аллергиялық реакция, мысалы жаңа ерін бояғышқа немесе жаңа тіс жуғышқа аллергия болуы, организмге дәрумендердің жетіспеуі, ерін терісіне бірінші кезекте витамин А, ретинол және витамин Е, токоферол дәрумендері қажет. Кейбір қабылдаған дәрі-дәрмектердің ағзаңызға жақпауы, қант диабеті, гипотиреоз кезінде, темір жетіспеушілік кезінде, В12 витамин жетіспеушілік кезінде ерін жарылуы мүмкін. Хейлиттің белгілері: еріннің жарылуы, қабыршақтануы, қанауы, ісіну белгілері. Хейлиттің түрлері: вирусты, бактериалды, саңырауқұлақты, психосоматикалық және аллергиялық. Саңырауқұлақты хейлит ауыз қуысындағы стоматитпен бірге қатар жүреді. Құрғақ ерінді қалай емдеуге болады? Пайдалы кеңестер: ерін басқа терілер секілді күтімді қажет етеді. Көшеге шықпастан 15-20 минут бұрын ерніңізге ерін бояғыш, бальзам немесе вазелин, косметологиялық болу керек. Ерінге арналған жағып алыңыз. Ол сіздің ерніңізді суықтан, күн көзінен және желден қорғайды. Малдың майы, топленое масло, ГХИ майы, тоң май да таптырмас ем болып есептеледі. Егер сіздің ерніңізді тістеу немесе сулау секілді әдеттеріңіз болса, мұндай әдеттерден тезірек арылуыңыз керек. Бұл әдеттер сіздің ерніңізге зиян келтіреді. Жатар кезде жай тіс щеткасын құрсулап, ерніңізге массаж жасаңыз. Ол ерін бетіндегі қабыршақтардың түсуіне септігін тигізеді. Әрине, емдеуде бірінші себебін анықтау керек. В12, темір, витамин Е, витамин А дефициттері болса, олардың орнын толтыру керек. Қант диабеті, гипотиреоз ауруларын емдеу керек. Ем комплексна болу керек. Себебін анықтап, дұрыс күтім жасалу керек. Себебі сіз себебін анықтамасаңыз, дұрыс күтім жасалғанмен олар уақытша ғана әсер етеді. Каналдағы пайдалы ақпараттарды өткізіп алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз.